Сәлем достар. IT әлемде ең қажетті өнер программалай білу, код жаза білу. Компьютерлік технология заманында завод, көлік, әуежай, космоста болсын барлық жерде қажет ол программалау. Дәл қазір 2020 жылы қай бағдарламау тілін үйрену керектігін және қандай бағдарлама қазір үздік екенін айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қарапайым қолданушы ары кетсе 3-4 программаны естіген болар. Негізі әлемде 500-ден 8.000-ға дейін программалау тілі бар. Көбісі жаппай сатылымға шықпай жатып, қолданысқа енбей жатып сөніп қалады. Абайша, жанбай жатып сөнсеңіз дегендей. Программистерге тек алгоритмін үйренсе жеткілікті, ал программа тек құрал ретінде қарауға болады. Сонымен әлемде ең танымал программалау тілі қайсы? TO Programming Community индексі әлемде бағдарламау тілінің танымалдығын зерттеп, әр ай сайын рейтингті жаңартып отырады. Жазған кодтың көлеміне қарай емес, пайдалылығы, жеңілдігі, кросс-платформалына қарай рейтинг түзетіліп отырады. Яғни бір жүйеден екінші жүйеге оңай ауысатын бағдарламау тілдері кең танымал. Бұл индекс Google, Bing, Yahoo, YouTube секілді ірі платформадағы ізделінген сұраныстарға негізделген. 10. Сонымен бастаймыз. Алғашқы ондықты Ruby программалау тілі бастайды. Негізін қалаушы жапондық Юхикиро Мацумото 1995 жылы жасап шығарды. Толық объектіге бағытталған бағдарлама. Негізгі скриптері NASA, Motorola секілді үлкен ұйымдар қолдануда. 9. Келесі 9-шы орында SQL тілі. SQL құрылымды сұранымдар тілі көмегімен мәліметтер қорына күрделі сұраныстарды құруға болады. IBM компаниясы 1970 жылы ойлап тауып, 1986 жылы ANSI ұйымды стандарттан өтті. SQL тілін үлкен мәліметтермен жұмыс істейтін барлық сайт пайдаланып жатыр. 8. Келесі рейтингті тізімде Swift тілі. Негізін қалаушы Apple компаниясы. Ең алдымен функционалды қызметтері iOS және macOS жүйесіне бағытталған. Программистер арасында танымалдығы әрине iPhone-ға мобильді қосымша жасау кезде пайда болды. 7. Жетінші орында сайттардың атасы веб-программистердің әліппесі десек те болады. Ол PHP тілі. Веб бағдарламауға негізделген скрипті тіл. 1995 жылы Даниэл Расмус Ледорф ойлап табады. Дәл қазір көптеген танымал сайттардың бір бөлігінде осы PHP скриптерін байқауға болады. 6. Алтыншы орында JavaScript тілі. Мультипарадигмалық объектіге бағытталған функционалдық тіл. 1995 жылы пайда болған тілдің негізін қалаушы Brandon X. JavaScript көбіне веб қосымшаларда, браузерлік операциялық жүйеде, серверлік приложенияда көптеп қолданады. Офистік бағдарламада Excel секілді автоматтандырылған макростар жазуға болады. 5. Үздік бестікте C# орын алады. Объектіге бағытталған тіл. 1998 жылы 2001 жылдар аралығында Microsoft компаниясы ойлап шығарды. C# тілі C тіліне ұқсас болып келеді. C# тілі клиенттік бағдарламалар, мобильді қосымша және ойындар құрастыруға болады. 4. Кезек 4-ші орынға да жеттік. C++ тілі топ 4-тікке кіреді. C++ тілін 1980 жылдары Bell Laboratories компаниясының қызметкері Bjorn Strausser ойлап табады. C++ тілі C тіліне қарағанда объектіге бағытталған. Қазіргі таңда көптеген операциялық жүйелер C++ және C тілдерінде жазылған. 3. Ал бізде келесіде үздік үштік. Топ 3. Қай бағдарламау тілі жатады екен? Оған Python немесе Python тілі енді. TMD елдерінде Python деп атаса, негізі ағылшын түпнұсқада Python деп аталады. Өзге елде жүргенде сізді түсінбей жүрмесін. Бірақ қалай атасаңыз да өз еркіңіз. Себебі бұл тіл көп функционалды, мультипарадигмалық тіл. Объектіге бағытталған бағыты да, структуралық әдісті де қабылдай береді. Бұл тілді Гвидо ван Рассум деген нидерландық азамат ойлап табады. Қазіргі танымал Instagram желісінің серверлік бөлігі осы Python тілінде жазылған. 2. Келесі үздік екінші орында C тілі енді. Көне тілдер қатарына кіреді. 1972 жылы Денис Ричи және Bell Laboratories ойлап табады. Операциялық жүйелерде
серверлік бөліктерді көптеп қолданады. 1. Ал үздік тіл қай тіл? Әрине ол Java тілі. Объектіге бағытталған Sun Microsystems компаниясы ойлап шығарды. Кейіннен Oracle компаниясы сатып алады. Алғашқы ресми релизі 1995 жылы шықты. 2019 жылдың ең үздік тілі. Java кросс-платформалы тіл, яғни оған компьютерлік софттар, серверлік приложение, веб бағдарламадан бөлек мобильді қосымшалар да дайындай бересіз. Бәрі қарапайым. Дәл қазір әлемнің 100 мыңдаған компаниялар осы тілді қолданып отыр. Егер де сіз қайсы программалы тілін үйренемін деп сұрасаңыз, осы тілді кеңес берер едік. Еліміздегі EGOV порталының кей скриптері осы Java платформасында жасалған. Сонымен осы жылдың үздік программалы тілдері жасалынды. Келесі шығарылымдарда программалау үйренуді неден бастау керек екендігін айтамыз. Сіздермен болған IT әлем каналы, бізбен бірге болыңыздар.